Елдос естіп отырсың ба? Да, бұл баланың ойын емес, адамдардың тағдыры жатыр бұл жерде. Сіздер үшін бүкіл жұмысты онлайн-тарға да дропшиппинг компания жасайды. Бірақ кімдерге қайда? Ыбырай мен Бауыржан келген жоқ па? Енді ондай болса қажеті жоқ олардың. Да, Елдос бар, істей берсін. Олар сендерге жасап береді. Енді қараңдар мына, да? Жаңағы Бауыржанда, Ыбырайдың да байқаңдар олармен. Өйткені мына жерге шақырғанда келмей отырған адам сендерге уақытында товар бермеуі мүмкін, сендерге уақытында жеткізбеуі мүмкін, тағы бірдеңе айтуы мүмкін. Осы жерге уақытында келе алмаған адамнан түк шықпайды. Олар өз ісіне жауапсыз адамдар. Да, сондықтан ол екі компаниямен мен істемеуге кеңес беретін едім. Ары қарай өздерің шешіңдер енді. Елдос естіп отырсың ба? Да, бұл баланың ойын емес, адамдардың тағдыры жатыр бұл жерде. Ассалаумағалейкум, құрметті шабандоздар, бизнес бастаулықтар. Менің есім тағы да айта кетейін, Елдос болады. Осы Shopicon эксперт топтар желісінің жетекші болып келем. Бүгінгі біздің презентациямыздың тақырыбы бизнесіңізді дамытуға қалай көмек бере аламыз деген тақырыпта өрмек болады. Так, бизнестің негізі 3 түрі бар. Біріншісі сауда, өндіріс, қызмет. Саудада бірінші сіздер саудада жалпы әлемде шығарылатын заттарды сату арқылы, үстіне ақша қосып сату арқылы пайда көресіздер. Мысалға бізде қазір 400-ден көп тауардың түрі бар, соны сату арқылы пайда көре берсеңіздер болады. Одан кейін өндіріс. Бизнестің екінші түрі ол өндіріс. Өндіріс деген яғни сіз бір затты өндірумен айналысқыңыз келсе, сол затты өндіретін мини заводты станоктарын әкеліп өндіре аласыздар. Мысалы, киім тіккіңіз келуі мүмкін, бір затты ойлап тапқыңыз келуі мүмкін, скотч шығаруыңыз келуі мүмкін. Сондай өндірістің түрімен айналысқыңыз келетін болса, біздер осындай станоктың түрлерін неше түрлі осыған дейін де әкелдік, осы кезде де әкеліп жатырмыз. Сондықтың түрінден біз әкеп бере аламыз. Яғни біз саудаға да өзіміздің ықпалымызды тигізе аламыз, өндіріске де ықпалымызды тигізе аламыз. Одан кейін бизнестің үшінші түрі ол қызмет. Қызмет деген ол эсто, шаштараздар, сән салондары, автокөлік жуу деген бизнестің түрі болып табылады. Бұл бизнестің түріне нендей аппараттар керек болады. Яғни осы бизнестерді дамытуға, яғни эстоларды дамытуға керек аппараттар болатын болса, біз оны да әкеп бере аламыз. Яғни тек қана саудамен ғана шектелмейміз. Сауда, өндіріс, қызметті де қолға алып жатырмыз қазір. Өткенде айтып өткен болатын, бізде екі сайт бар. Біреуі розница бағаға, біреуі тек қана бублықтарға ғана доступ бар сайт shopicon.bb.kz. Барлық ақпараттарды осы сайттардан біле аласыздар. Одан кейін Джек Ма дейтін кісіні танитын адамдар бар ма? Джек Ма. Кім ол кісі? Алибабаның основателі, дұрыс. Алибабадан басқа оптым бағада сататын сайттарды білетіндеріңіз бар ма? Алибаба, Алиэкспресс, Amazon, Joom, Taobao. 1688 өте жақсы, өте жақсы. Жалпы сайттар туралы мәлімет айтып кететін болсақ, негізгі Джек Маның сайты бар, өзінің Alibaba деген. Яғни бұл барлық нарыққа арналған сайт. Alibaba.com деген сайт жалпы негізінен Еуропаның нарығына арналған сайт. Ол жақта бағалар доллармен көрсетілген. Яғни тек қана СНГ емес, олар қымбатырақ сатады нелерге қарай, Еуропаның адамдарына қарай. Еуропада халықтың өмір сүру несі жоғарырақ қой, сол үшін олар қымбат сатады. Бірақтан салыстырмалы түрде ол арзан әрине. Бірақтан Alibaba-дан да арзан сайттар бар негізі. Alibaba-дан арзан сайт ол 1688.com деген сайт. Ол Joom деген ол орыстардікі ғой. Орыстар өндірмейді, ол қытайлар ғой қазір өндірістің ең алпауыт болып тұрған. Alibaba деген ол жалпы нарыққа қолданылатын сайт. Доллармен тұрады. 1688 және Taobao деген ол тек қана ішкі Қытайдың өндірісіне арналған. Яғни ішкі Қытай дегенде Қытайдың сатушыларына арналған сайт. Яғни осы Қытайдың азаматтары осы 1688.com деген сайттан зат сатып алады да, өздері осындай Қазақстаннан, Ресейден келетін динозаврларға сатады. Түсіндіңіздер ме? Не үшін екенін?
Яғни бұл 1688.com деген сайттан тек қана Қытайдың азаматтары ғана, Қытайдың налогында тіркелген, учетында тіркелген, лицензиясы бар адамдар ғана алады. Қарғосқа да заттарды осы 1688.com сайтынан әкеп сатады былайша айтқанда. Өйткені ол жақта одан арзан бағаны таппайсыздар. Былайша ойлайды ғой көбісі Қарғоста заттар арзан екен деп. Негізі Қарғосқа ішкі Қытайдан келеді. Яғни 1688-ден келеді заттардың бәрі. Осы үш сайтқа салыстырмалы түрде айтқан кезде 1688.com деген сайт ең тиімді, ең ыңғайлы болып келеді қолдануға. Одан кейін бұл сайттан қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл сайт қытайша. Alibaba сияқты ағылшынша, орысша тілдері жоқ. Бұл сайт тек қана қытайша, себебі жаңа айтып кеттім. Қытайдың азаматтарына арналған сайт деп. Қазір бұл сайттар туралы айтатын боламыз. Өзіміз туралы айтып кетейік. Неге бізбен жұмыс жасаған тиімді әрі ыңғайлы сіздерге? Біздер арқылы сіздер үйіңізде отырып ақша табатын боласыздар. Ол қалай? Біз сіздердің 9 қалада сатушыларыңыз боламыз. Бізде 9 қалада филиалы бар. Атырау, Астана, Алматы, Ақтөбе, Орал, Шымкент, Қызылорда, Қарағанды. Сол қалаларға таргетинг жіберу арқылы, жаңа айтып кетті Клара ханым, OLX-пен жарнама жасау арқылы, сол қалаларда филиалдарда бар заттарды сіздер осы Алматы қаласында отырып сата аласыздар. Яғни сол қалаларға жарнама жібересіздер. Біздің сол қалаларда филиал өкілдерге хабарласасыздар. Керек болса доставка жасап береді адрестеріне дейін. Сосын үстінен түскен пайданы сіздің сотыңызға салып жібереді. Қытайға бармай-ақ тауарды Қытайдың бағасымен үйіңізге дейін алдырту мүмкіндігін тудырып береміз сіздерге. Яғни қазіргі динозаврлар бар, базарларда тұратын. Қазір ондай заман емес. Қазір компьютердің көмегімен, интернеттің көмегімен, осы Alibaba Джек Маның көмегімен, былайша айтқанда, заттарды Қытайға бармай-ақ Қытайдың бағасымен сіздер үйлеріңізге дейін, қолдарыңызға дейін өте арзан бағада затты әкеліп беру мүмкіндігін біз тудырып береміз. Яғни ешқандай делдалсыз, прямо тікелей заводтардан қалаған затыңызды, қалаған мөлшерде қолдарыңызға жеткізіп бере аламыз. Одан кейін біздің 9 қаладағы филиалдардың жұмыс істеу уақыты 9-дан 11-ге дейінгі уақыт болып келеді, үзіліссіз, демалыссыз. Біздің тағы да ерекшелігіміз, Қытайда біздің жігіттер бар, яғни жаңа тауарлардың көрмесіне барып қатысып жүретін. Кантонская выставка деген естулеріңіз бар ма? Кантонская выставка деген 10% ғана біледі екен. Білмегендер үшін айта кетейін. Кантонская выставка деген Қытайдағы ең алпауыт көрме болып табылады. Ол жылына тек қана 2 рет болады. Ол көрмеде әлемдегі Қытай ең өндіруші мемлекет қой. Яғни Қытайдағы ең жаңа тауарлардың көрмесі сол выставкада қойылады негізі. Жаңа хит болып жатқан бізде караоке, микрофон, овощерезка деген тауарлар бар ғой. Солардың бәрі осыдан 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын сол Кантонская выставкада қойылып кеткен тауарлар негізі. Ақыллылар барады да, сол жаққа барып, украинецтер әсіресе, украинецтер, орыстар сосын барады да, заттар, не заттарын ойына шығып көреді да, барады да, өздерінің мемлекеттеріне сатады. Ал біз қазақтар оны аламыз да, орыстардан, Украинадан көшіріп 2 жылдан кейін барып сатамыз. Түсіндіңіздер ме? Ол көрме жылына 2 рет болады. Ол көрме тек қана шетелдің сырттан келген адамдарға ғана арналған. Қытайдың азаматтарын ол көрмеге кіргізбейді, тек қана өндірушілер ғана өзінің новый тауарларын ұсынады. Яғни айтайын дегенім, сондай көрмелер өте көп болады. Сондай көрмелерге біздің Қытайдағы 7 қалада неміз бар, складымыз бар. Сол қалаларда, Гуанчжоу, Шэньчжэньда, Пекиндағы болатын көрмелерге тұрақты түрде біздің жігіттер барып қатысып, көріп, зерттеп, біліп тұрады сол жақта не тауарлар шығып жатқанын. Яғни бұл жердегі біздің мақсат Қазақстан бойынша ғана емес, СНГ бойынша тауарды хит қылу. Ең бірінші болып кім әкеліп келеді тауарды осы Қазақстанға? Сол қаймақтарын ұстап қалады. Біздің артықшылығымыз осы. Одан кейін айтып жатырмыз, бізде сатып алу бағасы бизнес басталушылар үшін 1 штуктан басталады. Бұл сайттарға кіру үшін сіздерге тіл білудің қажеті жоқ. Бізде аударма сайттары бар, googletranslate.com және trainchinese.com деген сайттар бар. Сол сайттар арқылы сіз орыс тілді мына жаққа жазып, екінші жағына қытайша аударып, осы сайттар арқылы қолдана берсеңіздер болады. Яғни бұл жерде айтатын нәрсе, сіздер қытайша білмей-ақ үйіңізде интернет қолдану арқылы, осы сайттармен жұмыс істеп отыру арқылы, сіздер өздеріңіз Қытайға бармай-ақ заттар әкеліп отыра алсаңыздар болады. Одан кейін Қытайдан тауарлар қалай келеді? Қытайдан тауарлар пойызбен, көлікпен және авиадоставкамен келеді. Пойызбен келу құны $4,5 болып келеді килограммына. Көлікпен, ең арзан көлікпен $3 болып келеді. Кемемен $2,5 болып келеді, ең арзан. Бірақтан ол кемемен біздер Қазақстан ешқандай мұхитпен шектеспейтін болғаннан кейін бізге ол келмейді.
Россияның нарығына шыққысы келетін адамдар болса, осы кемемен біздер доставка жасап береміз. Россия нарығына $2,5 келеді. Одан кейін авиа жеткізу ең тез әрі ең қымбат болып келеді. Басқа да жеткізудің түрлері арзан болғанмен, олар 2 аптаның көлемін алса, мына авиа доставка қымбат, бірақтан олар 5 күнде, 6 күнде Қазақстанда, Алматыда болады. Қытайдың бағасын көрсеңіз, сіз Қазақстаннан зат алғыңыз келмей қалады. Сіздер әлі Қытайдың бағасын білмейсіз, сол үшін әлі осы жақтан зат алып жүрсіздер деп ойлаймын. Қытайда, айта кетейін, Қытайда 1 юань 51 теңге болып келеді. Мына мысалға емізетін емізік, бұл Қытайда 178 теңге тұрады. Ол қарғоста 350 теңге тұрады. Бізде көп адамдар ойлайды, қарғоста арзан. Қытайдан алғанша қарғостан барып келесің, айма бірдей ғой деп. Ол ондай емес. Қарғосқа негізі Қытайдың азаматтары ол жаққа келіп бірге бір қос сатады. Сол заттарды біздің адамдарға келіп, базарға келіп 750 теңге сатады. Ал бренд дүкендерде ол 1490 теңгеден тұрады. Со скидкой деп. Келесі товар. Мынау блендер. Блендердің негізі Қытайдағы бағасы 1785 теңге. Ол қайдан шықты? Мына жерде көріп тұрсаңыздар, 35 юань деп тұр. 35 юань сіздер калькулятор алып, 51-ге көбейтесіздер. Сол 51-ге көбейткендегі баға теңгені білдіреді. Яғни бір штукке осындай теңгеден келеді деген сөз. 1785 теңге, қарғоста 4200 теңге тұрады. Базарда 8500 теңге тұрады. Рас қой? Бренд дүкендерінде, жаңа Технодомда, мысалға 11490 теңге деп тұрады. Успейте купить, 50% скидка деп тұрады еще, дұрыс па? Мен мысал ретінде мына 1688 сайтын көрсетіп отырмын сіздерге, ең арзан деп. Одан кейін мына сумка, ноутбук сумкасы 9 юань тұрады. 461 теңге тұрады. Қарғоста 2100 теңге тұрады. Базарда 6500 теңге тұрады. Технодомда 14990 теңге деп тұрады. Мынау Lenovo деген сумканың маркасы көріп тұрсыздар ма? Технодом сайтына кіріп қарасаңыздар болады. Ең арзан баға 14990 теңгеден. Одан кейін мынау көйлек, әйелдер көйлегі, футболка 408 теңге тұрады Қытайда. Қарғоста 1600 теңге тұрады. Қарғоста арзан тұрады, бірақтан Қытайда одан арзан тұрады. Базарда 3,5 теңге, барахолкада бренд дүкендерінде 8990 теңге деп тұрады ол. Үлкен жастағы, егде жастағы әйел кісілер болатын болса, осының бағасын біледі негізі. Мысалы, менің мамам біледі, осының бағасын қанша тұратын. Мынау кішкентай балдардың көйлегі, футболкасы 351 теңге тұрады Қытайда. Көрдіңіздер ма? 351 теңге. Сіздер мысалға осы жидешені алуға Қытайға барып келсеңіздер, $1000 құртып бір апта жатып гостиницада. Мына жидешенің бағасы $1000 351 теңге болар еді. Ал сіздер осы эксперт топтар арқылы, біздер арқылы Қытайға бармай-ақ осы тауарды әрі кетсе 400 теңге алып келе аласыздар қолдарыңызға дейін. Қарғостан міндетті түрде арзан болады. Былай жылжыта берсең көп негізі. Мысалы, мынау водолазка 306 теңге тұрады. Мына ойладыңыздар ма 306 теңге тұрады деп? 2000 теңге деп ойладыңыз да? Сәл жақындап қалыпсыз, 306 теңге тұрады екен. Мынау негізі қымбаты, мен өткенде арзан тұр, мынау. Қымбатта кетті, 5 юань. Что-то ойланып қалдым, алам ба алмайым ба деп. Сапасы туралы қазір айтамыз. Қарғоста 1300 теңге, базарда 3400 теңге, бренд дүкендерінде 6990 теңге скидкасымен. Сұрақтар қазір соңына қарай, мен бір штуктан бастап заказ беруге болады. Қазір түсіндіремін мен сайт туралы. Одан кейін міне мысал ретінде 1688 сайтын жаңа көп мақтадық қой, соны қарастырайық. Сайт жылжып кетіп отыр. 1688 сайты деген осы міне осындай сайт, Қытайша, Қытайдың азаматтарына ғана арналған сайт. Бұл жаққа тек Қытайдың азаматтары ғана кіре алады. Бұл сайттарды қолдану үшін жаңа айтып кеттім, translate.google.com деген сайтқа жылжып кетіп отыр. train-chinese.com деген сайтпен жұмыс істесеңіздер болады. Жылжып кетіп отыр. Жо, мен басаттан жоқпын. Жарайды, мен нақтан түсінесін. Мысалға міне 1688 сайтының өзінің көрінісі. Мына жерде жұлдызшалар көріп тұрсыздар ма? Жұлдызшалар тұр ғой, 5 жұлдыз. Жаңа сапа туралы бір кісі айтып отыр, қалай білеміз сапасын деп. Орда Қытайда негізі айта кетейін, заң қатал өте. Білесіздер,
бір неңені алдап біреуді лақтыру деген нәрсе үшін оларда адам өліміне дейін кеседі. Сол үшін ол жақта ешкімді алдамайды. Яғни осы жерде көріп тұрған нәрселеріңізге сене берсеңіздер болады. Мына жерде 5 жұлдыз көрсетіп тұр, яғни бұл деген сөз 5 балдық системадан 5-еуінен де өткен деген сөз. Адамдардың дауысы бұл голосование. Бұл голосованияны алған клиенттер ғана бере алады. Жақсы жері қолына ұстап көргеннен кейін ғана береді. Яғни бұл компанияның бұл еңбегі бұның. Одан кейін тұрған оң жағында тұрған 228.190 деген көріп тұрсыздар ма? Ол 228.190 рет 190 адаммен сделка жасалынған деген сөз. Жұлдызшаның оң жағында 228.190 адаммен сделка жасалынған. Яғни бұл күдікті деп айтуға келмейді да, мысалға ше. Сапасы нашар ма екен деген сұрақтар бұл жерде қойылмауы керек. Яғни бір Қазақстанның қаласының тұрғынынан көп адам алған бұл жерде. Яғни мұның бәрі ақымақ болуы мүмкін емес. Оның оң жағында 2605 деген көріп тұрсыздар. 2605 деген ол отзыв қой, былайша айтқанда пікір қалдырған. Яғни бұл жерге тек қана жақсы пікірлер ғана қалынады. Қазір ана сайттар арқылы осында қалдырған пікірлерді аударып көрсеңіздер болады. Өте керемет, маған ұнады деген сияқты тағы да сондай жақсы пікірлер қалдырған. Яғни сізді қарайтын критерия қандай? Ең көп адам алған ба беру керек. Одан кейін пікірлердің саны қаншалықты көп, қаншалықты жақсы, соған мән беру керек болады. Түсініп отырсыздар ма? 228.190 деген ол алған адамның саны. Сделканың саны. Бір адам барады да 1000 футболка алған болуы мүмкін. Екінші адам 500 футболка алуы мүмкін. Общий сделканың саны 228.190. Яғни сайтқа кіресіздер, 1688-ге кіресіздер. Одан кейін керек затыңызды Google Translate-тен аударып аласыздар. Мысалға, женский сумки десеңіз, ол жаққа аударып береді. Соны аударып, осы жерге поискқа қоя саласыздар. Қазір көрсетсем. Осылай қойып аударып аласыздар. Сол қытайша алынған аударып берген сөзді алып көшіріп поисковикке қоясыздар. 1688 сайтына кірсеңіз, поисковик шығады осындай. Оң жақтағын басып іздейсіздер. Сол кезде іздеген кезде сіздерде осындай көп топтамалар шығады аяқ киімдердің, жаңа іздеген затыңыздың. Осының ішінен жаңағыдай сіздер, яғни отзывтардың саны қайсында көп, сделкалардың саны қайсында көп, соған қарай іздейсіздер. 1688 сайтына кіресіздер. Сосын осындайдан транслейтер ашып қоясыздар да, ағылшынша, орысша, қытайша қойып аласыздар. Орысша қойғаннан кейін қытайшасын аударып береді қасына. Сосын осы 1688.com сайтына кіресіздер да, поисковикке жаңа сөздеріңіз қоясыздар осылайдан. Сосын поиск деп іздеген кезде сізде мыңдаған, миллиондаған зауыттар шығады сол затты өндіретін. Сосын арасынан жаңағыдай айтқан критерийлері бойынша қайсында көп сатылым бар, қайсында отзывтар жақсы, сол критерийлері бойынша сіздер сол затты өздеріңіз сатып қоясыздар сілтемелерін. Сортировка бұл жерде автоматически шығады. Ең бірінші шығатындары, ең көп алғандар шығады. Отзывтар жақсы дегендер шығады. 1688 сайттың нешін ұсыныватым сіздерге? Себебі бұл сайт ең арзан. Одан кейін ішкі Қытай үшін арналған. Біз сол сайтқа доступ алып алдық та, бізде сол арқылы сіздерге көмектескіміз келіп жатыр негізі. Сіздерде өте арзан бағада бармай-ақ заттар алып келу үшін. Яғни бұл жерде тек қана саудаланған затын алып келу міндетті емес, жаңағыдай станокты да айтқан өндіріс үшін керек, қызмет үшін керек, эстонда заттарын әкеп сатсаңыздар болады, істей берсеңіздер болады. Мына жерде ссылка болады, айтқан жаңа кірдіңіз, мысалы бір аяқ киімге. Ссылка болады, бір аяқ киім түріне кіресіз таңдап. Сосын жоғары жақта ссылка болады, сілтеме деген нәрсе болады. Сілтемені тышқанның оң жағын басып, копировать етіп аласыздар. Мышканың оң жағын басып, копировать етіп аласыз. Өзіңізге сақтап қоясыз жаңағыдай, осы нәрселерді мен алғым келеді деп. Енді бұл жерде біздің Shopicon BB эксперт топтары желісінің қызметі кетеді осы жерде. Google'дан немесе Safari'ден, любой поисковиктен осы сайтты тересіздер да, BB-лықтарға арналған, басқа ешкім көре алмайды ол сайтты. Shopicon деп іздесе де бұл сайт шықпайды басқаларына. Осы жаққа кіру арқылы осы сайтқа кіресіздер. Сосын Қытайдан тапсырыс деген батырма бар. Қызылмен қошақ қойды сіздерге көрнекті болсын деп. Сайтқа кірген кезде бірден жоғары жағында шығады. Яғни жаңа ссылкаңызды копировать етіп алдыңыз, біздің сайтқа кірдіңіз, міне shopicon.bb.kz деген Қытайдың тапсырысты бастыңыз, одан кейін осындай сізге терезе шығатын болады. Арнайы жаңа сілтемені қай жаққа қою керек туралы, сосын міне сілтемені жаңа осының астына қоясыз.
тауар сілтемесі деген жерге. Сосын тауардың сипаттамасын өзіңіз жазасыз жаңағыдай. Ол заводтың ішінде футболканың 20-30 түрлі түсті болуы мүмкін ғой. Сол үшін заказ берген алдында сіздер түсін, штук санын жаңағыдай мына жерінде жазу бар, жазу мына жағында тұрсын деген сияқты нәрселерді дизайндарын несін өздеріңіз осы жерге жазу керексіздер. Айта кететін жайт жаңағыдай тек қана сайтта бар нәрселерді ғана емес, сол сайт заводтар өндіретін нәрселерге сіздер өздеріңіздің қазақша брендтеріңізді, қазақша оюларыңызды немесе қойып, сондай нәрсе алдыртып заказ берсеңіздер болады. Мысалы, Powerbank алдырттық біз, Shopicon деген. Сол сияқты сіздерде Powerbank алдырттық, одан кейін кірпіктер алдырттық, Аяла деген брендтің атынан, қазақша ою өрнекпен. Сондай-ақ сіздер өздеріңіздің компанияларыңыз аттарыңыздан зат заказ берсеңіздер болады негізі. Біз қазір пакеттер алдыртып жатырмыз өзіміздің брендтің атынан. Одан кейін осы жерге тауар сипаттамасы жазасыз, астында көрсетілген тауар мөлшерін жазасыз, керекті. Сосын өзіңізге қажетті мәліметтерді толтырасыз, мейліңізді біз сіздермен кері байланыс жасай алу үшін. Осыны жазасыз, сосын бізге мына жерде көрсетіп тұрған мессенджер көріп тұрсыздар ма? Facebook, WhatsApp, телефон, Telegram деген. Кез келген түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы жаққа қарай жазып, жаңағыдай менің осындай заказ бергім келіп еді деген сияқты сұрақтарыңыз осы жерде қолдана алмасаңыз, осы мессенджерлерге жазсаңыз, біздің менеджерлер Астана қаласынан сіздерге 1 сағаттың ішінде жауап беретін болады. 9-дан 11-ге дейінгі уақыт аралығында. Заказ кетті, заказ келді Қытайдан 12-14 күннің арасында. Осы заказдарды, мысалға, сіздер қазір офлайн көресіз, басқа онлайндықтар үшін, мысалға, сіздер Ақтауда отырсыздар, Ақтөбеде отырсыздар. Сол қаладағы осы біздің мекенжайлар көрсетілген филиалдардан алып кете берсеңіздер болады. Болмаса, сіздің номерлеріңіздер біздің базада қалады. Сол базалар бойынша келген заттарға біз өзіміз звондап хабарын беріп отырамыз. Жаңағыдай Қызылордадан заказ берді ма? Қызылордадан затыңыз келді, Қызылордадан алып кетсеңіз болады деген сияқты. Осы 9 филиалдармен пока жұмыс істеп жатырмыз. Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Шымкент, Қызылорда, Қарағанды, Орал қалаларында бізде филиалдар қызмет етіп жатыр. Мысалы, сіздер заказ беріңіздер Алматыдан отырып. Клиенттеріңіздің заказдары. Сіздің клиентіңіз Ақтауда шықты. Затыңызды аласыздар да, біздер тікелей Ақтауға өзіміз филиалға салып жібереміз. Сіз клиентіңізді жібересіз. Ақтауда тұрып, затыңызды алып кетіңіз деп жаңағыдай басында айтып кеткен сияқты. Біздің чаттар негізі таңғы сағат 9-дан түнгі 12-ге дейін ашық. Telegram чаттар осы барлық қалаларда жұмыс істеп жатыр. Онлайндықтар үшін міне осы қалаларда көріп отырсыздар. Олар біздің жалпы Қазақстан бойынша қызмет жасап жатқан, бұлықтар үшін қызмет жасап жатқан группамыз шығады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ қоя беріңіздер енді. Мебель сатасыздар ма? Мебельдің материалдарын алып келеміз негізі. Сол жағынан. Рахмет. Мен сұрақ қойсам бола ма? Айта беріңіз. Мен Америкада бір жақсы не шығыпты да, бір люлька дейді ғой. Тербететін, баланы тербететін шығыпты, электронный. Америкада ма? Иә. Ютубтарда неден қарадым, зерттеп. Соны Қытайда жасап бере ала ма? Ол жерде $1000 деп тұр. Қытайда $1000 ма? Жоқ, ана жақта $1000, Европада $1000 деп тұр, иә. Қытайда неше түрлі зауыт бар. Сіз өзіңіздің келген фантазияңызға қарай жаңағыдай фотошоппен несін суреттерін, дизайнын сызып бәрін дайындасаңыз, любой нәрсені негізі жасатып алуға болады. Видеосын жіберсем сізге. Видеосын жіберіңіз онда, жаңағы чаттарға нелерге. Заказ беріп берасыз, иә? Сосын сұрақ бола ма? Сұрайын деген, сіз футболка немесе киімге сурет жазу саламыз деген салып береді компания деп едіңіз. Оны салып беру ақылы бола ма немесе тегін бола ма? Ақылы болса қанша болады? Ол негізі ақылы болмайды. Өйткені Қытайдың жаңағы заводтары өздері ойлап тапқан дизайнға футболка шығарады, 6 ойынға жаңа 300 теңгеге. Просто сіз ол жерде Қытайдың материалын аласыз да, сол дизайнды беріп жібересіз. Маған сенің дизайның керек емес, маған өзімнің осы қазақы ою өрнек дизайны керек. Яғни сол дизайнға сіздерге салып береді. Оның да бағасы 300 теңге болады. Жақсы, рахмет. Просто бұл жерде ескеретін нәрсе, оптым алу керек боласыз сіз. Өйткені сіз Қытайдың заводын өзіңізге қарай жұмыс еттірдіңіз ғой. Сол үшін 200 штук, 100 штук алу керек боласыз да. Сосын жаңа көрінбейтін товарларды едік қой, химиялық реактивтер, биологиялық, мысалы, өздерінің ыдыстарын әкеп бере аласыздар ма? Кез келген нәрсені әкеп бере аламыз. Қытай өндіретін зат ол. Қытай өндіретін зат болса, кез келген товар. Енді ол жақта биологияда дамыған ғой, сол биология химияның реактивтерін әкеп бере аласыздар ма дегенім ғой? Әкеп бере аламыз. Айтшы жіберейінші. Тендердің химикаттарын да әкеп беріп отыр болмасын. Мен сөйлеп жіберейін. Мен сұрақ жіберейін. Осы сіздер киім әкелесіздер ғой, аяқ киім әкелесіздер. Мысалы, мен аяқ киім 45 размері да. И егер де ол 45 размер сәйкес келмей қалса, размеріміз бірге сәйкес келе ма? Қытайдан мысалы мен аяқ киім осындай 45 размерден 10-ы керек десем, оның бәрі 45-ің бәрі келді, размері 45 жазулы. Бірақ аяғыма кисем тар болды.
ондай жағдайда не істей аламыз? Ондай жағдайда сіздің сұрағыңыз негізі өте орынды деп ойлаймын. Өйткені 45 размер біздің европейский стандарт пен Қытайдың размері сәйкес келмейді. Солай емес па? Сіздер ол жағдайда айтасыздар, менің аяғым сызғыш аласыздар, аяғыңызды өлшейсіз. 28-5 см. Маған 45-44 керек емес, маған менің аяғыма 28 см, 28-5 см-ге сәйкес келетін аяқ киім істеп беріңдер дейсің. Сосын Қытай тұрады да өзі 44 па, 43 па соны сәйкес алып беріп жібереді. Ол сіздің аяғыңызға сәйкес келмеуі мүмкін емес. Түсіндіңіз ба? Айта беріңіз. Ең төменгі количество, мысалға бір аяқ киімнің түрін алатын болсақ, ең төменгі количество, ең жоғары количество. Қанша мөлшерде? Енді ол зауыттарға келіскеніне қарай негізі. Зауыттар негізі ең кем дегенде 3 немесе 5 деп қояды. 1 деп те қоятындар бар. Бірақтан біздің жаңағы менеджерлер отырып саудаласады негізі қазақша. Қазақ байлышқа салып саудаласқан кезде олар 1 штуктан да бере береді негізінен. Ол жағы проблема емес негізі. Рахмет. Бытовой техниканы уже алдырып қойғанбыз негізі. Телевизорлар алып қойдық, тендерға, ноутбуктер, соткалар әкеліп қойдық. Ол жағы қатты аса проблема емес. Медициналық бұйымдар әкеліп қоясыздар ма? Медициналық бұйымдар? Иә, мысалы медоборудование. Станоктар ма? Медоборудование, УЗИ аппараттар, әртүрлі медициналық УЗИ аппараттарын Қытайда өндіретін болса әкеліп бере аламыз. Тендерге байланысты емес па сіздің сұрағыңыз? Жоқ, тендерге байланысты емес. Мәселе растаможка олардың жаңағы нелер қалай болады? Ол жағынан енді мысалы үлкен заттар болатын болса, ол жақта сіздерге тиімді болу үшін куппен есептеліп кетеді. Өте маңызды ақпарат мына жерде. Кіші заттар болатын болса, килограммына $3 кете береді. Үлкен заттар болатын болса, жаңағы станоктар болатын болса, онда сіздерге қатты тиіп кетпеу үшін куппен есептеп береді бізге. Мысалы мен УЗИ аппарат алдыртсам Қытайдан. УЗИ аппарат алдыратын болсаңыз, сіз 3 куб болса, мысалы УЗИ аппаратыңыз кубына $180 есептеп береді. Килограммға шаққан кезде сонда килограммына 200-300 теңгеден келеді ол. Жоқ, Қазақстанда ертең сол аппаратпен жұмыс істете аламын ба? Мысалы, жұмыс істете аласыз. Сіздер даже заказ берсеңіз болады, андай Қазақстанның русификациясымен қазақша, орысша, ағылшынша жазып беріңдер деп берсеңіз де болады. Рахмет. Сосын мысалы мен бір товарды заказ берсем, сіздердің магазиндеріңізден барып алып кетсе, ақшаны расчет жасағанда қалай болады? Мысалы мен үстіне бір жаңа маржа қосам ғой. Заказ берген кезде бізге олар просто сізден алып кете ма или ақшаны сіздерге төлейді ма? Мысалы магазиннен алып кетсе сіздердің. Енді сіз айтып қоясыз ғой бізге звондап, мынандай бағадан менің клиентім бар алып кетеді деп. Сіздерге өткізеді, сосын мен өзім ақшамды сіздерден аламын. Иә, солай болады. Біз сіздердің 9 қаладағы продавецтеріңіз болып отырамыз. Рахмет назар аударғандарыңызға.